Егер ішіңізде біреуге деген өшпенділік оянса, біз көп жағдайда біреуді жек көріп, өшпенділік сезімі ішімізде оянса, оның зияндарын байқай бермейміз. Бірақ та бұл өшпенділік ішімізде тек оған ғана емес, сол жек көрген адамыңыздың айналасындағы туысқандарына дейін ең соңы бір үлкен апатпен аяқталатын жаман нәрсе. Олай болса, дереу өзіңізді бақылап, қолға алып, бұл нәрседен құтылуға асығыңыз. Егер құтылмасаңыз, тарихтағы мына оқиғаны еске саламыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның уақытында Бану Қайнуқа руы пайғамбарымызды және мұсылмандарды жек көрді. Сол исламға деген өшпенділіктері базарға келген әйелдің етегін білдірместен әуреті ашылып қалатындай көлемде ол отырған кезінде артқы жағына іліп қойды. Ал әлгі әйел орнынан тұрған кезде етегінің әуретінің ашылып қалғанын көріп қатты қайғырғанда, жаңа еркектер қарқылдап күле бастады. Ойлаңызшы, біреуге деген өшпендік екінші біреуге деген осындай жаман әдетпен, арсыздықпен аяқталды. Ал соңы қан төгіспен бұл оқиға аяқталған еді. Сондықтан біз де бойымыздағы өшпенділіктер осындай дәрежеге алып кетпей тұрған кезде біз оны өшіруге тиіспіз. Ал қалай өшірем десеңіз, өшпенділік оянып жек көріп тұрған адамға дұға жасаңыз. Және ол дұға арқылы сіз оны жақсы көріп кеткенге дейін дұғаңызды күнде тоқтатпаңыз. Осылай істесеңіз, шынымен де бүкіл жамандықтан, өзіңізді отқа түсіргелі тұрған үлкен қайғыдан аман алып қалатын боласыз.